Шалғайдағы бір елді мекеннің тұрғындары түгелдей кең жолақты интернетқа қосылған. Елді мекендегі 77 үй, мектеп, балабақша және медициналық тірекке байланыс антенналары орнатылған. Үйге толық жеткізу жұмыстарына дейін кәсіпкерлер есебінен төленген. Мұны осы ауылдың тумасы туған жерге тағзым ретінде жасапты. Бұл мәдениет ауылы. Аудан орталығынан 50 шақырым шалғайда жатқан елді мекендегі қай үйге кіре қалсаңыз да интернет жүйелі жұмыс істеп тұр. Осының арқасында тұрғындар эфирден өткізіп алған жаңалықты арнайы платформа арқылы қайта көреді. Одан бөлек жұмысқа да тиімді. Бұл интернет өзі 3 тарифтен тұрады. 4000, 5000, 6000. Әркім өзі қай тарифке қосылғысы келеді, соған қосылды. Қазір жақсы интернет істеп тұр. 1080, 2080 кәсіпші видеоны да аша береді. Балаларымыз мультфильм көреді. Өзіміз жұмыс істейміз, интернетпен бәріміз мұғалімбіз. Осы интернет арқылы жұмысымыз істеп, кіретін сайттарымыз бар. Бейнероликтер дайындаймыз, тартамыз, интернетпен жұмыс істеп отырмыз. Елді мекеннің орталығында бір ғана білім ұясы бар. Мектеп Моңбұлақ деп аталады. Бір роутер осында орнатылыпты. Радиусы 25 метр. Бұрын басқа интернет таратушы мекеме 1,4 ғана мегабитті әрең дегенде жеткізетін. Ал қазір жаңа жүйе келгелі жұмыс жеңілдеген. 100 есе жақсырақ жұмыс істейді дейді мектеп директоры. Аудандық білім бөлімінен жіберілген хат міне бүгін келіп тұр. Міне 5 секундтың ішінде ашылып, біз уже мұнан тапсырмаларды алып жатырмыз. Мұны орындауымыз осындай, орындап дер уақытында жіберуімізге әлдеқайда пайдасы жақсы тиіп жатыр мұның. Қазір интернеттің шарапатын осындағы 31 мұғалім көріп отыр. Өйткені оқушылардың сабаққа қатысуы, олардың тапсырманы орындауы түгелдей осы жүйе арқылы қадағаланады. Оқушылардың сабаққа қатысуын баға қойылған, қойылмаған көре аламын. Мысалы, бүгінгі күнді келетін болсақ, қазір әлі сабақ біткен жоқ. Бірақ соның өзінде қазір 10 класстың сабағы болып жатыр. Мұғалімдер кірген мұғалімдер өздерінің белгілерін қойған. Оқушылар да жүйенің игілігін көріп отыр. Wi-Fi жақсы істейді, Wi-Fi бар. Нормально істейді, оны нормально. Былтыр қандай еді? Былтыр бізде сет жөн ұстамайтын. Қазір жақсы істейді. Қазір Wi-Fi-мен жақсы істеп тұр да, ал Wi-Fi-сыз ұстамайды. Вообще. Туған жеріне сыйлық жасаған кәсіпкердің игісін өзгелер де жалғастыра бастаған. Қазір ауыл орталығы Моңбұлаққа интернет тарту жұмыстары жүріп жатыр. Бірақ барлығына бірдей тегін емес. Жоқ, ол жерде көп балалы, бірінші көп балалы отбасы, сосын тұрмысы төмен отбасылар деп. Сосын мынау бір мектепте жаңағы істейтін мұғалімдерді де алдық, өйткені оларға өте қажет. Ал қалғандарын 75% жеңілдікпен 95 мың теңге әр үйге орнату. Соны 25 мың теңгеден тартылатын орнатайын деп жатырмыз басқа. Ауылға демеуші есебінен тартылған интернет желісінің абоненттік төлемі тұрғындар үшін қымбат емес, ал мектеп балабақшаларының төлеміне келгенде мәселе бар. Бір жылда интернет үшін 700 мың теңге абоненттік төлем төлеуі тиіс. Міне, басты мәселе осы. Әкім бұл проблеманы жоғары жаққа дейін көтереміз деп отыр. Бәйдібек ауданынан Жандос Семір, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24.